Тағдырдан жеңілу. Тақырып түсінікті болу үшін тағдыр сөзінің түбіріне үңілеміз. Арабшадан аударғанда өлшем деген мағынаны білдіреді. Яғни бұл дүниенің тіршілігі Алланың өлшеп пішіп бекітіп берген кесінді заңдарымен дөңгелейді. Адамнан басқа мақұлық осы өлшемдердің ығында жүре береді. Яғни тағдырмен таласпайды. Таласатын оның болмысында ерік қалауы, таңдау талғамы деген қасиет жоқ. Таңдау еркі мен жігер қалауы адам болмысына ғана тән. Адамға дөңгелеген дүниенің өлшемдері, яғни тағдыр үстемдік ете бастағанда адам еркіндігін іске қосып, өз өмірінің өлшемін, яғни тағдырын өзі жасап шығады. Тұл жетім боп өссе де ірі қайраткерге айналу, бала кезде мектепке бармаса да есейгенде ғылым қуып, ғалым атану, туа біттік мүгедек болса да өнердің бір түрін меңгеріп, әлемді аузына қарату. Ал бақуатты отбасында туып өсіп, арнайы мектепте білім алып, денсаулығы темірдей боп тұрса да түк бітіре алмай, өмірді қор қылған типтерді тағдырдың ырқымен кеткен бақытсыз бейбақтарға жатқызады. Жаңа ислам өкілдері жұқтырған қауіпті вирустың бірі фатализм. Қазақша тағдыршылдық. Бәрі Алланың қалауымен болады. Адамда ерік жоқ. Біз Алланың айдауымен жүріп тұрамыз. Алла қалаған құлын тура жолына салады, қаламаса адастырады деп сену. Тарихқа қарасаңыз, фатализм идеясын құл ұстайтын қожалар жақсы көрген. Құлдардың миына, маған құл болу сенің тағдырың. Құдай әуелден пешенеңе құлдықты жазған. Маған қарсы шыққаның, Құдайға қарсы шыққаның деп құйып отырды. Осы идеяны сіңіру үшін патшалар діни орталықтың қызметін пайдаланатын. Оны қазір академиялық ғылымда психологиялық құлдық деп атайды. Құлдық қоғам әбден орныққанда дүниеге пайғамбарлар келетін. Олардың миссиясы фатализм идеясын қирату. Ыбырайым, Мұса, Ғайса, Мұхамбет пайғамбар бәрі де халықты құлдықтан босатумен айналысқан. Олар ізінен ерген үмбетіне тағдырың өз қолыңда, тағдырыңа ие бол деп адамның рухани болмысын пандетерминизм идеясынан азат еткен. Егер адамзат тарихы озалдан Құдайдың қалауымен, жазуымен жүріп жатса, не үшін пайғамбар келіп ол ережені өзгерту керек? Онда пайғамбарлар Құдайдың қалауына, Құдайдың жазғанына қарсы күрескен болып қалмай ма? Екіншіден, адамзат тіршілігі Алланың қалауымен өтіп жатса, ақыретте адамнан сұрақ жауап алудың не мәнісі бар? Адам өмірдегі өз сөзі мен ісіне жауап береді десек, онда адамда өмірлік позиция таңдау үшін ерік қалауы болуы керек. Еуропаның орта ғасырда түнекке батуы фатализмнен басталған. Бүкіл шіркеу христиан жұртының ерік қалауын фатализммен матаған. Осылайша Еуропа континентін бір ғана діни орталыққа тәуелді қылды. Кез келген тәуелсіз ой толғайтын ғалымды Құдайға, шіркеуге, папаға қарсы шықты деп айыптау оңай болды. 100 жылда бір туатын ғалымдарды отқа жақты. Діни қуғын мен қанаудан мезі болған халық ақырындап ояна бастады. Оның соңы католиктер мен протестанттардың 30 жылдық соғысына ұласты. Жұрттың санасын фатализм уынан емдеу үшін Еуропаның ойшылдары бүкіл ғұмырын жұмсады. Бірнеше ғасыр тек текетіреспен өтті. Тағдырың өз қолыңда деген идея үстемдікке жеткенде Еуропаның өрлеу дәуірі басталды. Әр адам өз өмірі үшін күресуді үйренді. 2000 жылдарға дейін қазақ қоғамында фатализм асқынбаған еді. Оны Сұлтан Махмұттың мына өлеңінен көруге болады. Жақсылық көрсем өзімнен, жамандық көрсем өзімнен, тағдырдан болды дегенді шығарамын сөзімнен дейді. Шәкәрімнің өлеңдерін қарасаңыз да, тумақ, өлмек тағдырдың шын қазасы. Ортасы өмір, жоқтық қой екі басы. Сағымдай екі жоқтың арасында
тіршілік деп аталар біраз жасы. Несін сүй, несін сүймей ер көзіңде, нәпсің де, ақылың да тұр көзіңде. Сынау үшін жаратқан бір ең бар, тексерілмей қалмайсың бір кезіңде дейді. Абай өлеңдерінде сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап, өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап, деп адамның еркіндігін алдыңғы планға шығарады. Майлықожа жырауда Алла берді екі жол, бірі оң да, бірі сол. Ойланыңдар бауырлар, дүние қысқа, ақырет мол, деп Тәңірдің адамға таңдау беретінін айтады. Қазақ мақал мәтелдерінде де Алланың ісін пайғамбар болжап білмейді, тағдырдың талаптан басқа сыйы жоқ деген сарындар бар. Яғни фатализмді насихаттайтын үлгілер жоқтың қасы. Жалпы түркі нәсілінің фатализммен қатты ауырмауына имам Матруди әсер еткен деп айтылады. Олар тағдырдың жазуы деп қартайып өлуді айтады. Ал орта жолда мезгілсіз қайтыс болуды қаза деп атаған. Қаза себепке байланады. Адам ұрпағы бір аурудан не бір адамның қолынан қаза табады. Екі жағдайда да себепті іздеуге негіз бар. Аурудың алдын алып емделуге шанс бар. Кісі қолынан қаза таппаса пенде ұзақ жасайды. Ал қаза жеткерген қылмыскерді соттайды. Бірақ халықтық түсінікте жазмыштан озмыш жоқ. Тағдырдың жазғаны осы. Құдайға да жақсы адам керек. Адамның айтқан емес Тәңірдің дегені болады. Қуған жетпес, бұйырған кетпес. Адамның басы Алланың добы деген сияқты тіркестер бар. Мұны экзистенция философиясында фатализмге, тағдыршылдыққа жатқызбайды. Мұны мойынсынуға жатқызады. Яғни басқа түскен қаза объективті себеппен болғанда тағдырға мойынсынады. Мысалы, табиғи апаттарда қаза табу, тұқым қуалайтын дерттің құрбаны болу, найзағай түсу. Мұндайда ешкімді айыптап кінәлай алмайсыз. Амалсыз тағдырға мойынсынасыз. Осы мойынсынудан көңіл айту дәстүрі шығады. Онда қаралы үйдің иесін, марқұмның туған туыстарын жұбату мақсатында да тағдырды себеп қылып көңіл айтады. Жалпы қазақ дүниетанымында фатализмнің жоқ екенін құн сұрау дәстүрінен көреміз. Нахақ кісі өлтірсең жауап бересің. Мұның екі қыры бар. Біреуі гуманизм. Қанға қан деп адамның орнына кісі өлтірмейді. Екіншісі жауапкершілік. Ісіңе жауап бересің. Көшпелі қазақ фатализмді мойындаған болса, Құдайдың жазуымен жеткен қазаға не үшін құн төлеу керек? Еуропадағы экзистенциалистер тағдырды былай түсіндіреді. Тағдыр деп адамның ықпалы жүрмейтін аймақты айтады. Еріксіз туу, еріксіз өлу. Адам дүниеге еріксіз келген соң, отаны, ағайын туысы, жынысы, ұлты тағдыры болып саналады. Бірақ адам тіршілік алаңында өмір сүру жолын өз таңдайды. Кез келген ісін өз қалауымен, таңдауымен жасайды. Осыдан жауапкершілік феномені шығады. Еркіндік нығметі адамға не үшін берілген? Дегенге жауапкершілік арқалау үшін деп жауап береді. Логотерапияның негізін салушы Виктор Франкль тағдырды үшке бөледі. Бірінші, биологиялық тағдыр. Адамның мүгедек боп туылуы. Екінші, психологиялық тағдыр. Сан түрлі тәрбиенің әсерімен өзіне мінез жасап алып, сонымен ақталу. Жүріс тұрысындағы кем-кетікті, мінезім осындай, тәрбием солай. Бір үйдің еркесі боп өскем деп өзіне психологиялық тағдыр қалыптастырады. Яғни өзгеруге, өзін тәрбиелеуге тырыспау. Үшінші, әлеуметтік тағдыр. Әлеуметтік тағдыр жұрттан ұят болады. Жұрт не дейді деп өмір сүру. Әлеуметте қалыптасқан теріс көзқарастың ықпалынан шыға алмай, мән мағынасыз дәстүрлерді орындай беру. Жұрттан қалмаймыз деп кредит алып келін түсіру. Даңғаза той жасау, диплом жуу. Тағдыр феноменін дұрыс түсінбесе,
оның тигізетін зардабы орасан. Бәрі Аллахтың қалауымен деген вирус рухани болмыстағы шексіз ресурс пен потенциалды байлайды. Адамның рухани болмысынан шығатын еркіндік феноменін 100% жоққа шығаратын фатализм идеясы қоғамға үстемдік орнатқанда, кез келген ел автоматты түрде Ауғанстан сияқты мешеу мемлекетке айналады. Фатализм көзқарасы орныққан елде ықпалды фигуралар өзіне ұнамаған кісіні атып өлтіріп, тағдыры солай болды. Ажалы Алладан келді. Мен тек себепшімін деп ақтала салады. Сосын оны ешкім тергеп тексеріп сотқа сүремейді. Қазақстанда 2000 жылдан бастап фаталистік көзқарас барлық діни жамағатқа жаппай жұқты десе де болады. Бұл адамның психологиясына, дүние танымына ауыр соққы береді. Оған ұрынған мұсылман тағдыр үшін күреспейтін қауқарсыз пендеге айналады. Фатализм болмысында туғаннан бері еркіндік, еркін ойлау, еркін жүріп тұру, еркін пікір білдіру деген адами қасиеттерін қырқып түседі. Бәрі Алланың қалауымен болып жатыр. Алла бәрін жазып қойған. Алла қаласа тура жолға түсеміз, қаламаса адасамыз деген түсінік жауапкершілік феноменін жойды. Осының кесірінен тек Алланың қалауымен жүріп тұрушы машина сипатты мұсылмандар қаптады. Жеке діни таңдауын Алланың қалауы деп түсінгендіктен өздерін Алланың назары түскен таңдаулы тұлғадай сезінді. Құдай тағала қалың жұрттан өзін бөліп алып, тура жолға салып қойғандай көңіл асқақтады. Қазақша айтқанда, көңілі асқақтаған ақымақ, ақылы бар деп ойламаймын. Өзін таңдаулы дарамыз деп сезіну, өзін басқа жұрттан артық санайтын психология тудырады. Басқаның діні мен құлшылығын терістеу, жұртқа жаппай таңып мораль оқу, діні бөтенге жекіп жол көрсету осыдан келіп шығады. Шындығында, кімнің ақиқат жолында екенін Алладан басқа ешкім анық білмейді. Фатализмнің тағы бір кері әсері қоғамда болып жатқан оқиғаларға бей-жай қарайтын конформистік көзқарас қалыптастырды. Мұғалімдер құқығының тапталуы, жазықсыз жандардың сотталуы, гептилдің төгілуі, сыбайлас жемқорлықтың асқынуы, жұмыссыздық, әйелдер ақысының тапталуы, баспана мәселесі сияқты проблемаларды көтеретін бірде-бір діни қайраткер шықпады. Жастарды ғылым, білім үйренуге, өркениетті елдердің тәжірибесін елге әкелуге шақыратын діни лидерлер мүлде қалмады. Осының бәрі фатализмнің қоғамдағы көріністері. Фатализмнің тағы бір қыры әділдік үшін күреспеу. Алла бізге осы басшыны нәсіп етті. Оған бағыну уәжіп, сынауға ақымыз жоқ. Басшыға қарсы келгенің Құдайға қарсы келгенің. Басшы Құдайдың жердегі көлеңкесі деген түсініктер тамыр жайды. Мұның соңы басшының кемдігін көрмейтін, оны мүлде қателеспейді деп ойлайтын надандыққа ұласты. Қиянат көрсе ашық сынайтын әділетті би шешеннің рөлі жойылды.